Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Құрметті халайық. Бүгін сіздерге біздің мынау солтүстігімізде жатқан Ресей мемлекеті, яғни Мәскеу, болашақта ыдырауы мүмкін бе? Немесе өзінің күш-қуатын сақтап қала ала ма? Бұл туралы атақты саясаттанушылар, дипломаттар не дейді? Міне, осы туралы айтатын боламыз. Алдымен видеоны осы жерден тоқтата тұрыңыз, біздің каналға тіркеліңіз, қолдау білдіріңіз. Сонымен Ресей бұл қазақтың солтүстіктегі көршісі, әрі тарихи тұрғыдан алып қарайтын болсақ, империя мен кезіндегі хандықтың арасындағы қаншама ғасырларға созылған үлкен тартыстың алаңы болды. Міне осы тұрғыдан қарайтын болсақ, қазақ пен орысты жақындататын не нәрсе дегенге келетін болсақ, мұны тек мемлекеттік шекара деуге болады. Яғни біз Ресей мемлекетімен шектесеміз. Ал қазақ тіліміз күн өткен сайын орыс тілінен басым түсіп, күнделікті тұрмыстық тілден енді қоғамдық қозғаушы күші бар жастардың арасында, әсіресе қоғам белсенділерінің арасында қазақ тілінің ықпалы күн санап артып келе жатыр. Әрине, өздеріңіз күнделікті көріп жүрген үкіметтің немесе парламенттің, басқа да министрліктегі шенеуніктердің жиналыстарында қазақ тілін білмей жатқан шенеуніктер бар, оны жоқ демейміз. Бірақ қазіргі кезде қаншама қазақ жастары осы тіл мәселесіне көңіл бөліп, қазақ тілі енді мынау үйдің ішінде немесе дастархан басында немесе бір белгілі бір орта жиындарда ғана айтылатын тіл емес қазақ тілі. Енді бұл үлкен қоғамдық маңызы бар үлкен бір тілге айналып келе жатыр. Бұл әрине қуанарлық жағдай. Сонымен, енді әлемдік саясат деген бар, Бұл әлемдік саясат бүкіл жер шарындағы қаншама, мысалы, тәуелсіздігін алған, яғни тәуелсіздігі толықтай мойындалған, Біріккен Ұлттар ұйымымен мойындалған шамамен 190-нан астам мемлекет бар ғой. Міне, соншама мемлекеттің белгілі бір бөлігін ғана емес, оның барлығын қамтиды, яғни бұл әлемдік саясат. Бұл бір жағынан алып қарайтын болсақ, әлемдік державалардың шағын мемлекеттерге ықпал етуі немесе олардың саясатына, яғни олардың биліктері жасап отырған саясатына қандай да бір тәсілмен әсер ете алу мүмкіндігі. Мысал келтірейік. Мысалы, Кеңес одағы, кезіндегі Совет үкіметі ыдырамай тұрған кезде әлемде екі негізгі жүйе өмір сүрген болатын. Яғни екі тарап өмір сүрді. Олар капиталистік елдердің көшбасшысы Америка Құрама Штаттары, яғни капиталистік қатынастар дамыған, өздеріңіз білесіздер, мына Еуропа мемлекеттері, сонымен қатар Оңтүстік Америка мемлекеттері және Африканың кейбір мемлекеттері бар. Сонымен бірге Солтүстік Американың мемлекеттері көбінесе капиталистік қатынастар жақсы дамыған, яғни даму жолына жақсы түскен мемлекеттер. Мұның көшбасшысы ретінде Америка Құрама Штаттары аталды. Енді екінші жүйеге келейік. Бұл кезіндегі коммунистік режимнің басшысы болған, яғни коммунистік біршама мемлекет қана болды. Коммунистік мемлекеттер дегеніміз бұл тек қана КСРО мемлекет емес. Коммунистік мемлекеттердің ішінде, мысалы, Қытай Халық Республикасын айтуға болады, Сол сияқты Солтүстік Кореяда да коммунистік жүйе өмір сүрген болатын. Сонымен бірге кезіндегі Куба мемлекетінің өзі осы коммунистерге арқа сүйегені белгілі. Содан кейін қырғиқабақ соғысы басталып кеткен болатын, яғни. Сонымен, осы екі жүйе, негізгі жүйе өмір сүрді. Бірі Америка Құрама Штаттары, екіншісі Кеңестер одағы. Бірақ 90-шы жылдары әлемдік саясат күрт өзгеріп кетеді. Енді алпауыт мемлекет болып саналған кезіндегі Кеңестер одағы бірнеше тәуелсіз республикаларға бөлініп, оның жалғыз ғана мұрагері болып Ресей қалады. Осыдан кейін әлемдік аренада, яғни әлемдік саясатта ақш пен Америка Құрама Штаттарымен бәсекеге түсе алатын мемлекет болмады деп іс жүзінде айтуға болады. Алайда бұл билікке енді коммунистердің тәрбиесін алған, кезіндегі Мәскеудің коммунистік режимнің тәрбиесін алған және сол бағытта қозғалып келе жатқан Пекин ұмтыла бастайды, яғни Қытай мемлекеті.
ол енді Кеңестер одағының орнын басуға ұмтылады. Біз бүгін сіздерге Кеңестер одағының бір бөлшегі немесе нағыз мұрагері болып қалған Ресей мемлекеті одан әрі бөлшектене ме? Міне сол туралы белгілі сарапшылардың ой пікірлерін ұсынатын боламыз. Сонымен дипломатия әлемінде өзіндік тәжірибесі бар әрі халықаралық байланыстар туралы жиі айтып жүрген Расул Жұмалы ағамыз Ресейдің ыдырауы мүмкін деген пікірді айтқан болатын жасалашта. Содан сіздерге үзінді келтірейік. Расул Жұмалы ағамыз былай деген еді. Яғни саясаттанушы былай дейді. Мәселен, 1980 жылдардың басында Совет одағы күйрейді деген сөзге кім сенді? Немесе мызғымастай көрінетін араб режимдері бірінен кейін бірі құлайтынын, ал бауырлас ағайынды Ресей мен Украина қас дұшпандай қанды соғысқа түседі деп кім ойлаған? Ешкімде. Міне, адам сенгісіз осы сценарийлер өмірдің ащы шындығына айналды. Сөйтіп, мүмкін емес деген ұстаным халықаралық саясат сахнасынан сырғып түсті. Тиісінше, тұрақтылықтың тұғырын сақтау болу мүмкін барлық жорамалдарды жете талдап, қақтығыстар мен күрделі құбылыстардың алғы шарттарын алыстан орап кетуге тәуелді етті. Яғни, оларда алып мемлекеттің ыдырауы мүмкін емес деген сенім жоқ. Қайта кейбіреулері бұл үрдіс алдағы 2-3 жылдың еншісіндегі іс десе, қалғандары бұл мерзімді 10-15 жылға созады. Олардың болжамынша ыдыраудан соң Ресей Федерациясы 6 немесе 8 дербес мемлекетке бөлшектенеді. 25 жеке мемлекет болады дейтіндер де бар. Сарапшылар жаңадан құрылуы мүмкін бұл мемлекеттер бір-бірімен тату көрші болуы, ынтымақ пен сыйластықта қарым-қатынас жасауын неғайбыл іс деп санайды. Қазіргі Кремль Ресейді күші тасыған мемлекет дамуы тұрақты деп көрсетуге тырысады, алайда ондай үгіт насихатына сенімаз. Шын мәнісінде Ресейдің бүгінгі қалпы мүшкіл. Ел экономикасы соңғы 5 жылда рецессия, яғни экономикалық құлдырауға түсті. Алтын валюта қоры 2,5 есе азайды. Шетелге тұрғылықты көшуші ресейліктер саны рекордты деңгейге жетті. Мұнай бағасының күрт арзандауынан Ресей экономикасының әлемдегі үлесі 2,5%-дан 1,5%-ға дейін қысқарды. Нәтижесінде тек ресми статистика бойынша 20 миллион азамат кедейліктен де төмен деңгейде күн көріп қалды деген болатын. Бұл Расул Жұмалының жеке пікірі деп айтуға болады. Ал Әзімбай Ғали ағамыз болса, Ресейдің басшылығына Путин келгелі бері ол өзінің басқыншылық саясатын жасап, Кавказ жерінде соғыс ашып, одан әрі бауырлас болып отырған мына Украина мен Қырым үшін таласып, енді батыстың дамыған елдермен бәсекелесуде екен айта келе былай дейді. Ендігі кезеңде Ресей, Якутия, Тува, Шешенстан, Ингушетия, Алания, Татарстан, Башқұртстан тағы сондай бірқатар отарларынан айырылады. Сол сияқты Қырымды Украинаға қайтаруға мәжбүр болады деген болатын саясаттанушы Әзімбай Ғали ағамыз. Ал сізге сұрақ, сіз қалай ойлайсыз жалпы? Мысалы, жүздеген жылдар бойы Ресейді билеген патша үкіметі, яғни Ресей империясы құлады. Оның орнына КСРО келді, яғни коммунистер келді. Оның артынша 70 жылдан соң коммунистер де тасталған болды. Содан кейін тәуелсіз мемлекеттерге ыдырап кетті де Ресей мемлекеті қалды. Ал енді осы Ресей мемлекеті одан әрі ыдырау мүмкін бе? Яғни жаңағыдай саясаттанушылар айтқандай Якутия, Тува, сондай Сібірге деген сияқты сондай бөлшек мемлекеттерге ыдырау мүмкін бе? Әлде Путині бар, басқасы бар, басқа билеушілер бар, Ресей мемлекеті өзінің сол күшін, сол қуатын сақтап қала ала ма? Сіз қалай ойлайсыз жалпы? Өз ойыңызды қандай бір айтатын пікіріңіз болып жатса, комментарийге жазып қалдырыңыз және бұл видеоны өз таныстарыңызға таратып жіберіңіз.